Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін осындай керемет фитнес салатын дайындадым. Яғни ПП салат. Ең алдымен бірінші соусын дайындап аламын. Соус үшін бізге керекті зәйтүн майы 50 мл, апельсин 30 мл көлемінде сығып аламыз. Соусымызға үшінші қышаны қосамыз. 1 шай қасықтың жартысының мөлшерінде қышаны қосамын және араластырамын. Апельсиннің дәмімен соус бізде өте қышқылды емес, ерекше дәммен күшті болып шығады. Енді салатымызды дайындауға кірісеміз. Салаттың құрамы менде фетакса. Осы фетаксаның жартысын қосатын боламын. 1 порцияға қызылша, мына дайындағы соусымыз. Қызылшаны суға пісіріп, қабығын ашып дайындап қойдым. Рукола жапырағы және де жер жаңғақ. Тұздалған апельсиннің жарты бөлігі. Мен 1 порцияға дайындаймын, сондықтан осындай мөлшерде. Сіздер қонаққа осындай салатты жасағыңыз келсе, құрамын көбейтесіздер. Салат жапырағын орналастырдым. Пісіп тұрған қызылшамызды көбіктеп тураймын. Достар, канал пайдалы болса тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, рецепт ұнап жатса өздеріңізге сақтап алыңыздар. Сіздердің кәделеріңізге жарасын. Қызылшаны осылай жапырақтың үстіне орналастырып болып қалдым, мінекей. Келесі бізде жарты кесілген апельсин. Апельсинді бірінші ұзынша қылып турап аламын да, сосын көбіктеп турауға кірісемін. Осындай реттілікпен орналастырамыз. Келесі бізде фетакса. Фетаксаны көбіктеп тураймыз бұны да. 1 порцияға дайындағандықтан фетаксаның тек қана жартысын ғана турап жатырмын. Достар, өздеріңіз көріп отырғандағыдай салаттың түсі ерекше әдемі болып жатыр. Дәмін енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өте керемет, күшті болып шықты. Келесі қоспамыз үстіне жер жаңғақ тұздалған. Жаңғақты сіздер өздеріңізге ұнаған жаңғақты қоссаңыздар болады.
Салатымыз дайын болып қалды. Енді соусты құю ғана қалды. Осылай соусты осындай реттілікпен құйып шығамыз. Калориясы аз, өте жеңіл, керемет салат. Міне осындай салатты өздеріңіз үйде дайындап көрулеріңізге болады. Дәмін көрейін. Дәмі деген енді күшті. Соустың дәмімен керемет болып тұр. Сау болыңыздар.